Достар, барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге бар жоғы 5 минутта оңай дайындалатын 5 түрлі ингредиенттен жасалатын таңғы жасап көрсететін боламын. Ол үшін шұжық, ірімшік, лаваш, жұмыртқа және де қызанақ қажет болады. Тек осы 5 ингредиентті қолданып 5 минут ішінде жылдам уақытта таңғы асымызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін ең алдымен шұжығымызды ортасынан бөліп, осылай бірнеше тіліктерге бөліп кесіп аламыз. Мен жартысын ғана турап шықтым. Сіздер бүтіндей дөңгелек етіп турасаңыздар да болады. Өз қалауларыңызға қарай кез келген пішінде турай берсеңіздер бола береді. Және де келесі кезекте қызанағымызды жақсылап жуып тазартып алып, осылай қажетсіз бөлігін алып тастаймыз және оны да шұжық тәріздес етіп жартылай бөлігін турап шығатын боламыз. Бірнеше тіліктерге кесіп турап дайындап алған соң тарелкамызға салып қоямыз және келесі қызанағымызды да дәл осылай турап дайындап шығамыз. Қызанағымызды турап болған соң жұмыртқамызды алып осылай ыдысымызға жарып дайындап аламыз. 3 жұмыртқа қоссаңыздар жеткілікті болады. Жұмыртқаларымызды осылай салып шығамыз. Жұмыртқамызды салып алып, оның үстінен тұз және қалауларыңызға қарай дәмдеуіш немесе бұрыш қоссаңыздар да болады. Жақсылап араластырып алып, қазанымыз қызамын деген уақытқа дейін осылай балқытылған ірімшігімізді ашып дайындап аламыз. Балқытылған ірімшіктің орнына қарапайым кез келген ірімшік түрін қоссаңыздар да бола береді. Қазанымыз қызған соң оған сұйық майымызды құямыз. Осылай жақсылап барлық жағын тиетіндей етіп алып дайындап алған соң, оның үстінен турап дайындаған шұжығымызды алдымен салып шығамыз. Шұжығымызды осылай бірнеше тіліктерін орналастырып алған соң, келесі кезекте турап дайындап қойған қызанақтарымызды шұжықтарымыздың арасына қойып шығамыз. Барлығын бір бүтіндеп осылай дайындап болған соң, оның үстінен дайындап қойған жұмыртқамызды құйып шығамыз. Жұмыртқаны осылай бір тегіс етіп айналдырып, барлық бөліктеріне тиетіндей етіп турап шығамыз. Егер қызанақ пен шұжығыңыз қимылдап кетсе, осылай қасықпен қимылдатып өзінің орнына қойып қоясыздар. 2-3 минуттай уақытқа жұмыртқамыз жақсы пісу үшін қалдырамыз. Жұмыртқамыз піскеннен кейін бетіне осылай дөңгелек пішіндегі лавашпен жабамыз және оны келесі бетіне аударып аламыз. Лаваш астыңғы бөлігінде қалған соң, осылай ірімшігімізді салып, лавашты ортасынан бір бүктеп қоямыз. Осылай екі бетін кезек-кезек ірімшігіміз ерігенге дейін бірнеше секунд ұстаймыз. Одан соң осылай шығарып алатын боламыз. Осылай таңғы асымыз бар жоғы 5 минуттың ішінде дайын болады. Дайын болған лавашымызды осылай пицца тәріздес етіп бірнеше бөліктерге кесіп жасаңыздар болады. Немесе дәл осы қалпында қалдыруға да бола береді. Осымен таңғы асымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліңіздер. Назарларыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.